Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып, арнама жазыла отырыңыздар. Тух, Ербол, бұны қайдан шығардың деп Жанар күйеуіне кіжірейіп қарады. Не, сені құшақтауға болмай ма? Әлде мен жоқта біреу келіп, күнде құшақтап кете ме? Сағындым, құшақтағым келді деп күйеуі де Жанарға сұраулы жүзбен қадалып. Иә, сен жоқта бұл үйдің табалдырығынан біреу келмек тұрмақ, өзім аттап шықпаймын. Кім құшақтасын мені? Адам баласы құшақтап маңдайымнан сипамағалы қашан, деп күйеуінің қолын белінен босатып сытылып кетті. Жанар, айтатын әңгіме бар. Не әңгіме? Апам айтып отыр, Алматыға көшсек көшейік дейді. Мұзтай ағамен хабарласамыз ба? Кетсек кетейікші мына жерден деп Ербол салмақты сөйлеп, маңызды мәселе шешетіндей жастығын жоғары көтеріп, әйелін ашық әңгіме алаңына шақырды. Жанар күйеуінің сұрағына бірден жауап бере қоймады. Шкапта шашылған киімдерін жинап отыра берді. Әйелінің үнсіз қалғанына шыдамсызданған Ербол, әй, не болды үндемей? Әлде барғың келмей қалды ма? Алматыға көшейік деп келген кезде миымды жейтін едің ғой. Ағам жұмысқа тұрғызам деп жатыр дегенің қайда? Дәрігерге көрінеміз. Алматыдан да жұмыс табылады деп Ербол. Тыңдап отырмын, деді күйеуі бедірейіп. Тыңдасаң сөзі қысқа. Ешқандай Алматыға көшейін деп жатқан ешкім жоқ. Ағам тек дәрігерге көрсетейін деді. Жұмысқа орналастырған күннің өзінде сен ол ұсынған жұмысты істей аласың ба? Жоқ па белгісіз. Сосын ағамның байлығында менің шаруам жоқ. Мен оған бөліске түсем. Жартысы менікі деп айта алмаймын. Айтуға қақым да жоқ. Мен ол үйден кеткен қызбын. Дүниелеріне ортақтасып жексұрын болғым келмейді. Көшкін келеме? Көш. Алматыда оқыдың ғой. Адасып қалмайсың барсаң. Өзің ниеттеніп барып жұмыс жасаймын. Шешем мен әйелімді асыраймын десең, мен сенің ізіңе еруден қашпаймын. Маған десең малшып ауылға барып тұрам десең де еріп барам. Осы әңгімені қоя салсақ бола ма? Мамам да өткенде. Сенің жағдайың белгілі болды. Ондайың бар, жұртты неге желіктіріп жүрсің? Ағам өктем деді, бүйтем деді. Әкемнен қалған байлық деп не оттап жүрсің деп күйеуі көз алақтап, жын ұрған бақсыдай дірілдеп кетті. Успокойся, дорогой. Менімен келісім шарт жасасып, договорға қол қойып ба едің? Нем бар еді, саған осын айтып, басым бәлеге қалған шығар. Мамамда қызық, елдің бәріне Алматыға көшеміз деп жариялап жатыр. Шешілмеген нәрсені қалай айтасыңдар? Қызықсыңдар ғой. Менімен неге ақылдаспайсыңдар? Менсіз екеулеп шеше берсеңдер де, мені адам санатына жатқызбайсыңдар. Ей, есек, кім сені адам санатына жатқызбай жатыр? Өзің айтып, өзің былықтырып, өзің ғой адамды жынды қылып жіберген. Сенің айтқаныңды мамам айттым. Ол әпәйдік басымен риза болып мақұлдады. Сенің әңгімеңе сеніп жүрген мен де ақымақ екенмін деп, үйреншікті әдетімен сыртқа шығуға оқтала берген күйеуін есікті ашпай тұрып Жанар ұстап қалды. Тоқта, Ербол, мен есекпін бе? Иә, мен осы үйдегі есекпін. Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын. Күң есекпін. Осы үйдің боғын жуып, қалдығын тасып, малайы боп отырғаным үшін осы ма айтқан рахметің? Есіңде болсын. Осы сөзің үшін жауап бересің. Кетші сен. Енді Алматыға барам деп айтып көр, деп Ербол жұлқынып шығып кетті. Күйеуінің соңғы уақытта тіпті өзгергенің шегі осы болды ма? Жанар биязы ғана сыпайы сөйлейтін өз күйеуін өзі танымай қалды. Ертең бұл әңгімені енесі естісе, міндетті түрде ұлы отан соғысы болатынын білді. Ішінен мейлі, көп болса ажырасып ақ кетермін деді де төсекке жата қалды. Сыртта жарты сағаттай айналған күйеуі келді де тағы бастады. Жанар, сен қызықсың. Я, есектер қызық болады өзі. Айтқанға көнбей айдағанға жүрмей қоятыны бар, есекте мейі бар деп кім айтты саған, деп күйеуіне қырсыға жауап берді. Енді осы сөзді 40 жыл қырым ізімнен қалмай айтатын шығарсың.
Мамам туыстарға айтып қойды. Елден ұят емес пе ертең? Дариға көшем деп паңқып жатыр еді. Дәл әлі отыр екен. Көшпейтін болыпты деп айтпай ма? Мамамды қарабет қылайын деп отырмыз. Мына түрімізбен деп Ербол жалынғандай боп әйелінің жанына аяғының ұшымен келіп жайғасты. Ербол, егерде ағама осының бәрін айтып, бүлік шығарсақ нағыз қарабет сонда боламыз. Алдымен мен қарабет болам, сосын сен. Не деп қарабет боласың? Өзіңе тесіл байлығың. Айтпашы маған байлық деп. Көзіңе шиқандай жабысты ғой сол ағамның байлығы. Одан да қашан баламыз болады? Дәрігерге барайық, емделік деп неге айтпайсың сен? 2 жыл болды. Күнде күтіп жүрмін. Қашан күйеуім өз еркімен барып дәрігерге қараламыз дейді. Қашан балалы боламыз деп, неге жалғыз менің басым ауру керек деп Жанар шынымен ашуға берілді. Барамыз ғой енді. Қашан? Осы саған бала керек емес пе өзі? Бала керек емес дейсің, десең айт. Маған бала тудыра алатын, баланы қажет ететін күйеу керек. Ербол, Алматыға барам, байлыққа батам десең, алдымен бала жасайық. Сосын барып ағама айтармын. Өзіме тиесіліні бөліп бер деп. Осыған келсесің бе деп күйеуіне шарт қойып үлгерді Жанар. Айқайламай айт, барамыз. Балалы болып, алғасын басқаша сайрамау сосын. Ертең дәрігерге барамыз деп күйеуі қайтадан сыртқа шығып кетті. Болды, әңгіме бітті. Құлақ тынышталды. Бірақ Жанардың құлағы тынышталғанымен ертең Дариғаның ашық шайқасына дайындала бастады. Оған не деп айтам? Не деп жауап берем? Тағы да шабуылдайды ғой деп жатып сыртқа шығып кеткен күйеуін күтпей ұйқыға кетті. Ертеңгі күні тыныш өтті. Шешесінің қайтыс болған күніне арнап 7 шелпегін пісіріп, оны көршілеріне таратып жіберді. Ол уақытта Ербол да шешесінен сөйлесті. Бірақ Дариға бұл жолы концерт қоймады. Репертуарын жаңалап алайын деді ме, әйтеуір зарлы әніне баспады. Қызық, Алматыға көшу, жарты байлық туралы әңгіме жайлы бұл үйдегілердің бәрі үнсіз қалды. Жанар іші қылпылдап, неге үндемей қалды деп жүрсе де енесі мен күйеуінің тым-тырыс қалғанына күдікпен қарады. Ерболдың кезекті 15 күн бітіп, ертең жұмысқа кететін күні. Айдың аяғында Алматыда Нағиманың 100 күндік асы болғалы жатыр. Күйеуіне бір ауыз ескертіп, билет алатын айтқысы келді Жанар. Түскі астан соң бөлмелеріне келгенде Жанар кібіртіктен, Ербол, маған келесі аптаға билет алу керек. Қайда? Көкемнің 100-і болады ғой. 3-4 күн бұрын барып ағама көмектесуім керек. Мамама айтасың ба деді, күйеуіне дейтін білгісі келіп. Айтсаң өзің айта берсеңші. Мен жұмыстағы адаммын, бара алмаймын. Билет алатын ақшаны қайдан табамыз? Білмеймін. Ағам өзі ақша салады. Қиналмай-ақ қой деп кесіп айтты Жанар. Жақсы болған екен. Енеңе өзің айтта билетіңді алып кете бер. Айтпасаң да болады. Көрерсің енді. Өзің білесің ғой деп күйеуі селсоқ жата берді. Жақсы болса жақсы. Алдыңнан өттім. Ертең билетімді алармын. Мамама да өзім айтармын деп Жанар да ішінен осыдан кетсем қайтып келмеспін енді. Кетіп алайын деді де үйдің ішін жинауға кірісіп кетті. Ербол жұмысқа кетті. Жанар түскі уақытта ағасынан билетке деп ақша алып, енесі жоқта барып ұшаққа билет алып келді. Қайтар жолға емес, тек барар жолдың ғана билетін алды. Кешке енесі келгенде көрсетсем бе, көрсетпесем бе деп те ойланды. Жол жүруге әлі 5 күн бар. Билетті көрсетпесе, енесі өзі бірінші болып көкеңнің жүзіне барасың ба деп сұрайтын түрі жоқ. Енесінің не ойлағаны бар екен білмеді. Ұшаққа отыруға 3 күн қалғанда енесіне айтайын деп шешті. Әйтпесе 1 ай бұрын Нағиманың 100-і болатын туралы айтылды. Мұзафар өзі хабарлап енесіне айтты. Бірақ енесінен барам, не бармаймын деген жауап болмағасын Жанар да ренжігеннен өзі кететінін айтпаған. Түсте дастархан басында ешкім жоқта екеуден екеу отырған. Мама, сіз көкемнің жүзіне барасыз ба деді енесінің тымырайып отырған түріне қарап. Жоқ, бара алмаймын. Жылына барармын.
Қазір жағдай жоқ оған. Сайлаубайдың әйелінің де жүзі болады екен. Меңсұлудың қызы ұзатылады дейді. Жұмагүлдің немересін сүзіндетке отырғызады екен. Қайсына барарымызды білмей отырмын деп Дариға осындағы өз туыстарының ас тойларын түгендеп кетті. Мен билет алдым. Қайда алдың? Қашан алдың? Кеше алдым. 22-сінде ұшатын самолет. Иә, өз беттеріңмен кете беріңдер. Бәрің беттеріңмен кеткен адамсыңдар ғой. Бұл үйде мен қарайып отырған жай ғана ағашпын. Неге ақылдаспайсың? Мен не берем садақаға? Қолыңда ештеңең жоқ. Сүмірейіп барып, бәте беріп қайтасың ба? Ербол біле ме билет алғанды? Біледі. Билетті ала бер деген. Айттым ғой. Сендер іштеп кеткірлер. Іштеп кеткесіңдер. Бәрің ұлың да қызың да. Бас биліктерің өздеріңде. Бұл үйде шеше отырау, енем барау деп бір ауыз ескерту жоқ. Жан жаққа кетсеңдерші. Кететін жақтарыңа. Ешкім ұстамайды сендерді. Сендерге бала керек емес. Доғдырың емі болмаса емшіге апарайын деп қақсап жүргеніме 1 жыл болды. Ұлы да, келіні де қыстырмайды онымды. Мама, емші ештеңе істемейді ғой. Дәрігер деп байқамай сөйлеп қалды Жанар. Неге ештеңе істемейді? Сенің жүз барған доғдырыңнан жатыр шіруге айналып бала көтермек түгілі басын көтере алмай қалған осы жердің талай қатын қалашы емшіге барып түзеліп, ақыр аяғында итше күшіктеп жатыр. Сендер Құдайдың бұйрығына қарсы шықсаңдар, емші дегеннен шошынасыңдар да отырасыңдар. Олардың адамға жақсылық жасап, шипа тілегеннен басқа зияны жоқ. Біле білсеңдер, емшінің батасымен ақ бала көтеріп кеткендерді көзім көрген. Жарайды мама, Ербол келгесін. Ербол келмей ақ барасың. Тіпті ертең барасың. Маған немере керек, ойбай деп аспанға атыла айқайлады Дариға. Көзі ештеңені көрмей, басындағы орамалын жұлып алып, жерге отырып еңіреп жылап, үйді бір сәтте басына көтерді. Енесінің мына қылығынан тіпті шошынып, Жанар аяқ қолы қатып, енесіне жақындауға қорқып тұр. Сорлаған сормаңдаймын ғой мен. Үлкен келінің жүріс анау. Көрмей кетіп менің кесем деп отыр. Оған ерген байда менің балам емес. Ата енесіне күшіккеу боп жүр. Енді қалған жалғыз Ерболымнан ұрпақ күтіп жүрсем, сендердің айтып отырғандарың мынау. Балалы болуды ешқайсың ойламайсыңдар. Жұрттың пышылдаған 2 өсегінің біреуі осы сенің бала көтермей жүрген бедеулігің жайлы, деп Жанарға жалт қарады. Енесінің көзі шарасынан шығып, адам өлтіріп келгендей құтырынып тұр екен. Жанардың жүрегі тарсылдап, не алға, не артқа жүрерін білмей тізерлеп отырған Дариғаның алдынан өтуге қорқып тұр. Отыр деді Дариға, Жанарға бұйыра сөйлеп. Көзі қанталап кеткен, түрі адам шошырлық. Осындайда көршілердің де біреуі кіріп келмейді екен деп Жанар ішінен қайта-қайта тілеп терезе жаққа қарады. Ешкім жоқ. Амалсыз орнына қайта отыра бергенде, мына жерге кел, жаныма жақындап отыр деді тағы да. Егер сол жерде ішінде 1-2 айлық баласы бар келіншек болса, Дариғаның түріне қарап ақ түсік тастап жіберу әбден мүмкін. Қорқынышты. Дариғаның жанына келіп отырды. Қара терге түскен енесі даусын бәсеңдетіп, Жанар, мен ауырып жүрмін. Сендер менің не аурумен ауыратынымды да білмейсіңдер. Ешқайсың сұрамайсыңдар. Ебіл-дебілім шығып, неге жанталасып жүрмін? Шаруаларың жоқ деп әлсіз ғана сөйледі. Мама, бөлмеңізге барасыз ба? Көрпенің үстіне жатыңызшы. Қай жеріңіз ауырып тұр деп Жанар бір жағынан енесінен қорқып тұрса да, оған жан ашып төсекке жатқызып су бергісі келді. Қай жерің демесің бар ма? Менің жаным ауырады. Сыртымнан қараған адам мені жындыға санайды. Бәрі мені алысып арпалысып жүргеніме, бәрі мені адуынды атайы қатын деп ойлайды. Сендерді сыртымнан күлгендер де менің көргенімнің біреуін де көрмегенсіңдер. 5 баланы жалғыз өзім асырап, 30 жасымнан асқанда жесір атанып, содан бері бір еркек атаулыға мойын бұрмай, балаларымды жетілдірем деп
Қарманып өлдім. Елге күлкі болғым келмеді. Кететін қыздар кетті. Bir алған келінім өзімнің бетімді осып, аяғында баламды да ізіне ертіп кетті әне. Төркініне баламды күшікке етіп, сендердің жүрістерің мынау. Бұл үйдің берекесін қашыратын мына мен сияқты тек бәрін мені жаудай көресіңдер. Туған қайнағаңды мына сенің де көрген жоқсың келгелі бері. Ат құйрығын кескеніне 5 жыл болды. Қыздар да одан хабар алмайды. Ағам деп Ербол да іздемейді. Осының бәрі менің жаныма батпайды дейсің бе? Батқанда қандай? Еңсемді езіп, жүрегімді пышақпен тілгілегендей қанымды сорғылатады. Түнде бөлмемде жатып, мен жыламайды дейсің бе? 5 жылдан бері төсегімдегі жастығым құрғаған емес. Оны ешқайсың білмейсіңдер. Мен айтпадым. Қыздың баласы бәрібір қыздың баласы болмақ. Жиен ел болмас деген. Бәрібір олар қайта айналып қазығын табады. Менің қанша әлпештеп сармай бергенім олардың өз ата-әжелерінің қара су бергеніне татымайды. Маған өзімнің немерем керек. Көрші қатындардың бәрі сыртымнан айтпайды емес айтады. Айтқанда қандай? Әкесін танытып тұрып, мені сыртымнан сыбап, миықтарынан күліп отыр. Білем, менің саған ұрсып айтқаным жаман болсын дегенім емес. Жақсы болсын деймін. Болса да үлкен ұлдан қайыр жоқ. Ең болмаса кенжемнің немересін көрсем деп армандағаным ғана сендерге жақпай қойды. Мына қыздың қайтып келіп елге күлкі боп отырғаны да бар. Бәрі менің мына миымда тұтасып, қан жүргізбей қатып жатыр деп Дариға басын төмпештеп Жанарға қарады. Енесінің мына сөздері Жанарды ойландырып тастады. Кезінде Нағима көкесі бір сөзінде үлкен адамдар қартайған сайын бала сияқты келеді. Жай ғана жылы сөзге алданады. Бір ауыз қатты сөзге бұлданады. Ренжігіш келеді. Бірақ кек сақтамайды. Реті келсе енеңді алдарқатып сөйлесіп көр. Болмаса басқа малын қарастырарсың дегені барды. Сол сөзі есіне түсіп, мама, уайымдамаңыз. Емші болса емшіге де барайық. Менің де бала сүйгім келеді. Ерболдың достарының әйелдерінің арасында өзімді ыңғайсыз сезінем. Кездесіп қалғанда бәрі жиылып алып, бала көтердің бе? Не қылдыңдар дей береді деп енесіне ағынан жарылды. Көрдің бе? Қатын жүрген жерде сондай сыпсың әңгімелер көп болады. Олар да сені сыртыңнан не деп гугулетіп жатқанын білмейсің. Әдейі өзіңнен сұрап алып, сыртқа шығып, бедеу әйел деп басқаша сайрамасына кім кепіл? Сол қатындардың бәрі емшінің алақанына етектерін тосып бала көтергендер. Саған жандар ашыған боп жағдайыңды сұрайды. Іштерінен не ойлап жүргендерін сен білмейсің деді Дариға Жанарға жылы шырай танытқан адамша елжірей беріліп. Енесі екеуінің диалогы біразға созылды. Енесі қалыпқа келіп, Жанар да үстінен ауыр жүк түскенде жеңілдеп қалған. Күн екіндіге жақындағанда енесі өзінен өзі киініп алып, үйден шығып кетті. Қайда баратынын, кімге баратынын ешкімге айтпады. Кешкас қамымен жүрген Жанар сыртқы есіктен біреу келгенін білді. Көршісі Сәния екен. Жанкатай, қалайсың? Деп келіп құшақтай алды көршісі. Сәнияны біраздан бері көрмеген Жанар оны құшақтап есік жаққа қарап, үйде ешкім жоқ. Жақсы болды ғой, келгенің дедіп, жымыңдап көршісінің іздеп келгеніне қуанып қалды. Дариға апам қайда? Лаура қайда? Бәрі қайда кеткен? Деп үй ішін түгендеді Сәния. Мамам бағана шығып кеткен. Лаура балалармен таңертең кеткеннен жоқ. Қайда кеткенін білмедім. Өзің қалайсың? Не жаңалық? Үйіміз тиіп тұрса да айында, жылында бір кездесетін болдық. Мені білесің. Үйден шығуым қиындау деді Жанар. Жаңалық жоқ. Жұмыс бастан асады. Бүгін сені түсімде көріппін. Мәс саған. Не дейді? Не түс? Айт қане. Не істеп жүрмін түсіңде деп ас үйдің дастарханын жайып жіберіп, өзі отыра қалды Жанар. Түсімде бар ғой. Сен Ербол екеуің қыз қууға қатысып жатыр екенсіңдер. Сосын Ербол алға шығыпты да сен оны қуып бара жатсың. Бір кезде сен аттан құлайын деп жатқанда Дариға апам жаяулатып жүгіріп барып сені көтеріп алыпты. Жерге құлатпай. Сосын не ауылдағылардың бәрі Дариға мықты ғой. Дариғаның арқасында аман қалды деп шулап жатыр екен. Бір кезде қарасам Дариға апамның қолында
сен емес кішкентай бала. Сондай түсініксіз боп кетті өзі деп Сәния Жанар не дер екен дегендей бақырайып қарады. Қойшы, рас па, саған бірдеңе айтайыншы. Сәния, бүгін мамам екеуміз біраз сөйлескенбіз. Ол кісі маған доғдырлардан пайда жоқ, емшіге бар дейді. Оның алдында Ербол екеуміз көнбей жүретінбіз. Емшіге барып, талай әйел бала көтеріп, қазір бірінің артынан бірі туып жатыр. Бір рет болса да барып көр, емделерсің деген. Мына түсің тура сол сияқты болып тұр деді. Ойында ештеңе жоқ. Сен өзің емшіге сенесің бе? Деді Сәния да қызығушылық танытқан адамша. Енді бұлай. Стоп, енді бұлай демей сенуің керек. Жанар, білесің ғой, қазір дәрігерлер денсаулығыңда ақау болса, мынаны іш, мынаны ектір деп 40 000 дәрісін жазады да жібереді. Вакансия результат жоқ солардан. Ал емшілер бір нәрсе айтады. Емдеймін, не емдемеймін деп нақтысын айтады. Егер емдейтін болса Құдайдың құдіретімен қолынан келгенін жасап бір результат шығарады. Білмеймін ғой, бұрын соңды ондайларға бармағасын аса сеніңкіремейтінмін. Бүгін мамам айтқасын ойланып қалғанымда рас деді Жанар. Тух, Жанка, енеңде сендерге жақсы болсын деп бір Құдайдан шарапат тілеп жүрген адам ғой. Апарам десе бар, емшіден қорқудың қажеті жоқ. Шапаныңды шешіп алмайды. Қайта дұғасын жасап, етегіңе бала салып берсе, көресің әлі деп Жанарды иландыру үшін барын салды Сәния. Сәния, шын айтып отырсың ба? Шынымен солай бала көтергендер бар ма деп Жанар таңдана қарады көршісіне. Мен саған өтірік айтып нем бар? Мен де осы жердегі тілеуіңді тілеп жүрген тілекшілеріңнің бірімін ғой. Бүгін түс көріп, Құдай да мені осыны айттыруға айдап әкелген шығар деп сөзінің пәтуасын нақтылап жіберді Сәния. Ендеше көрейін, әйтпесе 2 жыл болып қалды ғой, дәрігерден дәрігер қоймай жүргенімізге. Мүмкін шынымен Құдай мына жағыңнан берем деп тұрған шығар. Апам келгесін емшіге барайық деп айтайын. Кел отыр, шай ішейікші деп жүзі бал-бұл жайнап, ертең бала көтеретінде қуанып Жанар көршісіне ризашылықпен қарады. Көршісі екеуі шай ішіп, бір жағынан кешкі асты дайындап жүргенде енесі келді. Қолындағы сөмкеден бөтелкеге құйылған суын шығарды. Көрші апасында көптен көрмегендей амандасып жатқан Сәнияға аса мән бермей, Жанка, мына суды бүгін ішіп тауыс, ертең не болатынын көресің сосын, деп өз бөлмесіне қарай кетті. Ол не су? Не үшін деп сұрақ қойып үлгермеді Жанар. Қақпағын ашып иіскеп көрді, бірақ ешқандай дәм сезілмеді. Дариға келгесін біраз ғана аялдаған Сәния көршілермен қоштасып асығыс үйіне кетті. Үй ішінде тағы да екеуден екеу қалғанда Жанар енесінен сұрады. Мама, мынау не су? Бұны қалай ішем деді. Ішінен емшіге оқытылған шығар деген сұрағына нақты жауап алғысы келіп. Ол суды кәдімгі су ішкенде ішіп тастауың керек. Бағанадан бері сандалып қайда барып келді дейсің? Зибагүл деген емшіге бардым. Жұрт қырғын өшірет, бәрі емне шипа іздегендер. Мына суды бүгінге ғана оқып берді. Дем салып, ертең келініңмен бірге келесің деді. Күн ұясына батып бара жатқанда баруымыз керек. Айдың жарығы түскенше оқимын. Келініңнің бойына бала біткенше оқимын. Бір апта, не 21 күн келесіңдер деп отыр. 21 күн барамыз ба сонда? Ол кісіге деп Жанар тіксініп қалған. Құдай тағала бойыңа бала бітірем десе, 21 күн емес 21 жыл барасың. Құдайға жалбарынып бала тілеуге ерінем деп отырсың ба деп даусын көтере бергенде Жанарда енесінің таңертеңгі түрі есіне түсіп, жақсы мама, барамыз, мен дайынмын. Ербол да бару керек бе деді артынша. Жоқ, Ербол кейінірек барады. Әзірге сен керексің оған. Баланы Ербол емес, сен ғой көтеретін деп қысқа қайырды енесі. Енесіне дейін енесі әкелген суды тауысқан, ертесіне дейін енесі әкелген суды тауысқан Жанар өзін ішіне бала бітіп келе жатқандай сезініп, бөлмесіне барып, ішін сипап көрді. Ішкен суы ем болса екен деп бар тілегін айтып Құдайға жалбарынды. Айна алдына отырып, мүмкін расымен де осылай бала көтеремін. Бұны да көрейін. Емшінің емі қонбаса қайтадан дәрігерге барармын.
Әйтеуір Құдай бір перзент берем десе жылата қоймас деп отырып, үстелдің үстінде тұрған ұшақтың билетіне көзі түсіп кетті. Жүгіріп енесіне келді. Мама, біз бүгіннен бастап барамыз ба емшіге? Иә, кешкілік бастаймыз. Мынау билетім. Ертең мен Жанар, ертең бармасаң одан кейін де баруға болатын шығар. Саған ағаң емделіп жатырмын десең ренжи қоймас. Еміңді алып бол, сосын Ерболмен бірге. Мама, мына билет күйіп кетеді ғой. Мүмкін мен Алматыға барып келгесін. Әкелші бері, осы билет артық па? Әлде бойыңа бала біткені керек пе деп Дариға билетті ортасынан қақ айырып жыртып тастады. Көзі атсыздай болған Жанар билетке бір, енесіне бір қарап, мама, Мұзтай ағама не айтам? Қарағым, Мұзтайдың балалары бар. Әйел кетсе де ұрпағы қалды артында. Мен саған бүгіндікке не айттым осы? Билетім күйді деп өлуің керек пе енді? Ағаңа емделемін деп айт. Айта алмасаң өзім айтам. Кешке Зибагүлге барамыз. Дәретіңді алып дайындал. Осымен әңгіме бітті. Деп енесі жыртылған билеттерді алып сыртқа шығып кетті. Ағасына не деп айтарын білмей, бір жағынан қырсыққанда емшісіне тура бүгіннен бастап баратынына ашуланып, амалсыз Мұзафарға телефон соқты. Мұзтай аға, қалайсыздар деді даусын ақырын ғана шығарып. Жанкатай, шүкір, Нағиманың Нөкістегі туыстары келіп жатыр. Ертерек көмектесейік депті. Өзің ертең шығатын болдың ба деді қарындасына тікелей сұрай қойып. Мен барамайтын болдым. Неге? Не болды? Билет алдым деп? Иә, алғанмын. Аға, менің аяғым ауыр екен. Ұшаққа отыруға болмайды. Сосын біз бір емшіге қаралып жүргенбіз. Оған 21 күн баруымыз керек екен деп, Жанар аяғым ауыр екен деген сөз аузынан қалай шығып, ағасына қалай өтірік айтқан білмей қалды. Жанкатай, аяғым ауыр дейсің бе? Ботам-ау, сен ештеңені ойламай емделіп алшы. Менің жиенім болатын болса, мен саған өзім-ақ ұшып барамын. Сен келме, жатып емдел. Денсаулығыңа қарашы. Ағайындармен өзім-ақ жайғастырармын. Сен алаңдама маған. Нағима кеткеннен кейін бір естіген жақсы жаңалығым болды ғой мынау. Қуантып тұрсың ағаңды. Мінбе ұшаққа, билетіңді өткіз. Жақын арада мен өзім келермін саған деп, телефонның арғы жағынан ағасы аңқылдап, жүрегі жарыла қуанып кетті. Ағасы қуанышын жасыра алмай сөйлеп жатқанда телефонның бергі жағында тұрып Жанар пысылдап жылап ағасына өтірік айтқаны үшін өзін жек көріп, жақсы ағатай, келіңіз, мен сізді күтемін. Емделейін. Маған ренжімесеңіз екен, емделіп болғасында барармын деп телефонды қоя салды. Мұзафардың тағы не айтатынын естімеді. Телефонды қойғасын ағасы да қайта қоңырау шалып, Жанардың лезде байланысты үзе салған сұраған жоқ. Соған қарағанда үйде жайланып жатқан адамдар бар болуы керек. Сол күні кешке күн ұясына батарда енесі мен келіні қосақтасып Зибагүл емшінің қабылдауына келді. Адам аяғы тарқап, бұларды қабылдауына кіргізген Зибагүл енесіне қарап, менің кешегі айтқандарымды әкелдің бе деді. Міне, бәрі мынаның ішінде деп Дариға балаша ойнақтап Зибагүлдің алдында сөмкесінен шығарған заттарын жайлап салды. Сөмкеден шыққан заттардың ішінен әйел адамның 3 дана іш киімі, тұз, қант, бөтелкедегі сулар мен 3 орамал шықты. Келем дегенше Жанарға енесі бұл заттар туралы айтпаған. Бұларды көріп Жанар енесіне сыбыр етіп, мама, бұл не деді? Тыныш отыр. Шыққасын айтамын. Бұларға дем салады қазір. Кедергі жасамайық деп келіннің аузын жауып тастады. Бері кел айналайын деп Зибагүл Жанарды шақырды. Тамырын ұстап, кекірік атып, ықылық тиіп, қара терек ағып, емші біраз қиналды. Жаным Алла, кел, ақ батаңды бер, жолын аш, құрсағын аш, ақ жол бер, шипаңды дарыт деп бетіне аузындағысы суын бүркіп жіберді. Денесі тітіркеніп, Жанар бойын жинап алды. Не жасап жатқаны түсініксіз. Бір кезде Зибагүл Жанарға тесірейіп қарап, маған сеніммен келіп бедің, неге қорғып отырсың? Қорықпа, сенің бойыңда біраз адамның күнәсі бар. Сен соның бәрін өтеуің керек. Дәл қазір маған сеніміңді нақтап ал. Әйтпесе
Аталарым ем тартуға келмей қалуы мүмкін. Әуел Алла, сосын менің пірлерім келіп, сенің жатырыңа ұрық салады. Мынау орамалды басыңа байла. Басыңды көтермей ішіңнен тілек тілеп отыр деп, бұрышта отырған енесіне қарап, сіз шыға беріңіз. Сыртта күтіңіз деді. Дариға зып беріп шығып кетті. Айналасы 40 минуттың ішінде Жанарды қараңғы бөлмеде шыр айналып бірдеңелерді оқып, Зибагүл ақтер, көктерге малшынды. Соңында алдына кесеге құйып қойған қара суды беріп, бисмиллахыңды айтып іш. Бүгіннен бастап бойыңа бала бітеді. Ата-бабам әруақтарымның батасын алдық. Рұқсатын берді. 21 күн, не 99 күн менің бақылауымда боласың деп Жанарға суын ішкізді. Шырақтың сәулесімен ғана сығырайған жарықпен енесі әкелген бағанағы іш киімдермен тұз, қант, суларды беріп, мына орамалдың үшеуін басыңнан тастамай 3 апта тағасың. Әрқайсысын 1 апта тағуың керек. Іш киімдерді де солай ауыстырасың. Тұзбен күнде кешкілік жуынасың. Төбеңнен төмен қарай ағызып, ішіңнен тілек тілейсің. Не тілесең деп береді Құдай. Қант пен суды кез келген уақытта қолдануыңа болады. Ал енді еміңе шипа берсін. Бара бер деп Жанарды бөлмеден шығарып жіберді. Сыртта күтіп отырған енесі де келіннің бас аяғына қарап, қалай болдың? Бойың тазарғандай болды ма деді. Енесінен қорыққаннан жақсы боп қалдым. Ұйқым келгені болмаса деді Жанар. Емшінің қабылдауына 1 апта барды. 1 аптадан соң Ербол да келді. Енесі екеуі Ербол келгесін емшіге бармайтын болды. Дариғаның айтуы бойынша Зибагүл хабарласып келіннің бойына бала бітті. Енді үйде отырып күтінуі керек. Оқытылып берілген заттарды қолдансын дептіміз. Емші Зибагүлдің емнен кейін Жанарда пенде болып бойыма бала біткен шығар. Енді біраздан кейін дәрігерге барып қаралармын. Тексеруден өтермін деп жүрген. Оған енесі жол атпай қойды. Дәрігерге барсаң олар іштегі балаңды ауру қылып қою мүмкін. Әбден бала орныққасын барасың деді. Жанар оғанда көнді. Бірақ енесі арасында Зибагүл әулиенің үйіне өзі барып келетін. Келген сайын бірдеңелер оқытып Жанарға беретін. Зибагүлдің емнен кейін де 3 ай өтті. Жанар ештеңе байқамады. Бәрі әрі-бері ішін сипап көріп, бойына бала біткеніне күмәндана бастады. Енесіне айтса тағы жібермейді. Не керек? 6 ай өткенде шыдамы таусылды ма? Жанар енесіне бойына ешқандай бала бітпегенін, бұлай жүре берсе дәрігердің емінен де қалып қоятынын айтуға оқталды. Бірде айтайын десе енесі сөзді басқа жаққа бұрып, енді айтайын десе ауырып қалып мазасы болмай қалады. Бір күні кешкі ас суын ішіп боп, енесінің бөлмесіне рұқсатсыз кіріп барды. Енесі жақтыра қоймады. Мама, әйел адамның бойына бала бітсе 3 айда анық білінетін еді. Зибагүл емшінің айтқанын 6 ай өтті. Мен өзі бала көтерген адаммын ба? Әлде дәрігерге барып тексертпесем болмайтын шығар? Бала ішімде жатып, қатып қалған шығар. Өспей, дәрігерден неге қорқасыз? Ішімде бала барын не жоғын біліп келейін деді енесіне қарап. Қалқам, Зибагүл айтса, айтқан күні бала бітпеген шығар. Ол 21 күнде болмаса 99 күнде бала бітеді деген. Мүмкін ішіңе енді бітіп келе жатқан шығар бала. Ол да Құдай емес қой. Жатырыңа баланы әкеліп құя салатын деп қабағын түйе сөйледі Дариға. Білмедім. Мен өзім еш өзгеріс байқап жүргенім жоқ. Айтқаныңыз болсын. Тағы 21 күн өтсін. Сосын дәрігерге барып тексерілермін деп Жанар енесіне қарсы келмей бұл әңгімені жалғастырмай қоя салды. 21 күн емес, неше 21 күн өтті. Жанар әлі жүр. Кеудесіндегі үмітін өшіргісі келмейді. 15 күн жұмысқа барып келетін күйеуін күтіп алып шығарып салады. Енесі де бұрынғыдай айқайламайды. Айтқанын сызылып отырып ақ жасатады Жанарға. Әдеттегідей Ерболды жұмысқа шығарып салған соң өз бөлмесіне келіп төсекке қисайып жатқан. Кенет телефонына біреу қоңырау шалып жатыр екен. Мұзафар ағасы. Аға, амансыз ба? Жанка, сен барсың ба? Бармын аға, қолым тимей кетті. Өзіңіз қалайсыз? Менде бәрі жақсы. Тек туған қарындасымен 6 ай 2 рет сөйлесіппін. Саған не болып жүр? Өткенде де қазір хабарласам деп артынан хабарласпай қойдым. Ербол жұмыста ма?
Маман қалай деп Мұзапар қарындасына өкпелей жауап берді. Ағатай, қолым босамай жатыр еді. Кейінірек хабарласайыншы деді. Бөлмеге енесі кіріп келгенін көрген Жанар. Мақұл, аман жүрсең болар ботам. Бос уақытыңда өзің хабарыңды білдіресің деп Мұзапар да қарындасын үй шаруасынан қақпайын деп тұтқаны қоя салды. Зибагүл әулиенің қабылдауына барғаннан кейін ақ Жанар ағасымен хат-хабарды үзіп, Алтайда небәрі 2-ақ рет сөйлескенін сезбеді. Тіпті ағасы қоңырау шалғанда қолы бос болып тұрса да кейін хабарласам деумен шектелген. Ағасы 6 айдың ішінде қарындасының бұл қылығын түсінбей жүрсе де, Жанар өзінің қате тірлік жасап жүргенін білмеді. Миына да кіріп шықпады. Енесі не айтса соны жасап, Алматы туралы ойлауға шамасы келмеді. 6 айдың ішінде енесінің нұсқауымен небір тұзға шомылып, небір іш киім мен орамалды ауыстырды. 6 айдың ішінде бұл нәрселер Жанардың үйреншікті әдетіне айналып үлгерді. Тіпті соңғы бір сөзінде енесі Зибагүлден де мықты емші болса соған барайық дегені бар. Күн артынан күн өтіп, Жанар Зибагүл емшінің әрекетінен түк шықпағанын сезіп, бір күні енесіне айтпай дәрігерлік тексеруге келді. Ол кезде Зибагүл берген тұзда қантта орамалдар ескіріп, іш киімдер тоза бастаған. Дәрігердің қабылдауына барғанда әрі-бері тексеріп көрген гинеколог Жанардың ешқашан бала көтермеген, барлығы тап-таза күйінде екенін жеткізді. Түрі өрт сөндіргенде клиникадан шыққан Жанар үйге қарай асықты. Үйде енесі қаннен қаперсіз сериалын көріп отыр екен. Мама, мен дәрігерге бардым деді аяғын шешіп үлгермей жатып. Енесінің көзі шарасынан шығып кетті. Кім бар деді саған? Неменеге барасың? Ешкім бар деп айтпады. Зибагүлдің салып берген баласының тұқылы да жоқ. Ешқашан бала көтермегенсің деді дәрігер. 6 ай алжып күнде тұзға шомылып, жап аузыңды. Құдайға күпірлік қылма сен. Өзіңнің ниетіңе байланысты бәрі. Құдайдан бала тілеп, шын ниеттенсең бұлай болмас еді. Бедеу болсаң бедеулігің үшін адамды кінәлама. Мені де, Зибагүлді де. Ол қолынан келгенін жасады. Қанша уақытты босқа кетіріп, соның айтқан жасадық. Ей қарағым, жасасаң өзің үшін жасадың. Мен үшін де емес, Зибагүл үшін де емес. Неге сен біреуді күнәлайсың? Бала көтере алмағаның үшін. Мама, Ербол неге сол тұзға шомылмады осы? Күнә менен емес, Ерболдан шығар мүмкін. Аузыңды жап, жап аузыңды. Бедеу қатын деп шыңқырып жіберді Тариға. Енесінің осылай алжып ауыратынын көптен бері көрмей ұмытып қалса керек. Жанар есі шығып өз бөлмесіне қарай қаша жөнелді. Бөлмесіне келгенде лоқсып, құсқысы келіп басы айналып жайсыздана бастады. Енесі анау бөлмеде ойбайын салып жатыр. Бұл мына жақта денесі қалтырап әлсіздене берді. Бір уақытта бөлмесінің есігін тарс еткізіп ашып, Лаура қайнапасы кірді. Жанар, сен осы мамамды жындыханаға жіберетін шығарсың. Бала туалмайтының баяғыда-ақ белгілі болған ғой. Інімізге қатын табылады. Құдайға шүкір. Сен қайдан келдің? Сонда кетсеңші. Мен келгелі бері көріп жүргенім осы. Күнде айқай, күнде шу. Шешеміз сендерді уайымдаймын деп өлуге келді. Ербол жақтақ кетіп тыныш осы үйден. Әне жолың ашық деді. Пошли, мне уже нужно ходить. Не переживай. Если ты больше из меня, у тебя заходится дыхание. Я завтра уйду, говорил Жанар, со слепым героизмом под ногами. Такого от невесты не стоит ожидать, как у нее возралось сердце. Лаура тоже пошла, и матери плакала вместе, не лежала. Би она комнаты слишком много, если бы муж не звонил. Он увидел звонок Ерболя. Вы уже на улице. Я, сенде қарғайтын деп жатсың ба деді. Күйеуімен амандық саулық сұраспай-ақ. Басың істеме, кім қарғайын деп жатыр сені? Амандық қайда? Амандықта саулықта өліп қалды. Ертең Алматыға кетем. Мен бәріне тойдым. Ықылық атып тұрмын. Бала да керек емес. Сен де керек емессің. Басқасы да керек емес. Мен енді бұл үйде бір күнде аялдамаймын. Емшілеріңмен қоса кетіңдер бәрің деп Жанар телефонды қоя салды. Одан кейін күйеуі 100 қоңырау шалды. Алмады.
Бөлмесіне кіріп киімдерін жинастырып, қалтасында пойызға жететін ақшасын санап алды да бір сөмкесін алып кіреберісте отырған енесімен де қайнап кесімен де қоштаспай шығып кетті. Сыртқа шыға сала артына қарамай көшеде кетіп бара жатқан таксиді тоқтатып үлгерді. «Аға, тез вокзалға апарыңызшы», деді енесі мен қайынапасы артынан қуып келердей асығып. Такси жүргізушісі Жанардың бозарып кеткен түрін көріп, артық сұрақ қоймастан теміржол вокзалына тартты. Үйден шыққанда ақшам уақыты кіріп жатқан. Вокзалға келгенде Алматыға қарай жүретін жалғыз пойыз. Ол да 3 сағаттан соң жүреді екен. Жанардың жолы болып билет табыла кетті. Кассадан билетін алып болғасын, жан-жағына қарап таныс біреулер кездесіп қалмаса болар еді. Бір жағынан енесімен қайнапасы вокзалға іздеп келіп, масқарам шықпаса екен деп күту залына емес, сыртқа шығып, перронның астындағы шемішке сататын әйелдердің жанына барып отыра қалды. Қалтасындағы бар ақшаны сынап билет алған. Ас су алатын артық ақшасы жоқ. Үйінен шығарда сөмкесіне не салып, не қойғанда білмейді. Бір-екі көйлегі мен үйге киетін тәпішкесі, бет сүртетін орамалынан басқа мардымды ештеңе таппады. Пойызға мінгесін бірдеңе қылып амалдармын, өлмесімін деп сыртқа сырын шашпай пойыздың келуін күтті. Ең бастысы мына жерден аман есен кетіп құтылсам деген бір ғана ойы болды. Сол аралықта күйеуі қайта-қайта қоңырау шалған екен. Пойызға мінерде телефонын түбегейлі өшірді. Пойызға мінген Жанар кешкілік аста ішпеген. Әлсіреп қарны да ашты. Аштан өлмеудің амалын қарастырды. Купедегі жанында отырғандарға жалынып, жағдай айтқысы келмеді. Заттарын орналастырып болғасын жолсеріктің купесіне келді. Бар жағдайын айтып, Алматыға барғасын Мұзафар ағасы көрсеткен жақсылығын екі еселеп қайтаратынын да жеткізді. Жолсерік ағасы да Құдайдан тілеген адам екен. Алматыға барғанша вагонның тазалығына жауап берсең, ас уақытыңды бізбен ішерсің деп Жанарға өмірінде ұмтылмайтын жақсылық жасады. Пойызда ұйықтаған алғашқы күні түс көрді. Түсінде өзінің шешесі Атыраудағы Дариғаның үйінің жанына келіп тұр екен. Шешесінің қолында қып-қызыл орамал бар екен. Дариғадан Жанарды сұрады. Бұл сыртта талдың түбінде отырып бақылап отыр. Бір уақытта шешесі Дариғаның басына қолындағы қып-қызыл орамалды тағып аспанға қарай ұшып кетті. Дәл сол кезде талдың түбінде отырған Жанар «Мама!» деп айқайлай бергенде оянып кетті. Түнгі сағат 4 екен. Купедегілер тыныш ұйқыда. Пойыз ырғалып-жырғалып Алматыға кіріп болмады. Алматыға жеткеніне қуанғаннан ба, әлде бар ауыртпалығы артта қалды деді ме, 1 сағат бұрын сөмкесін асынып дайындалған Жанар вагонның шыға берісінде тұрып бұлай жылады бастады. Еріксіз көзінен жас аға берді. 2 күн өшірулі тұрған телефонын қосқанда күйеуінен «Басыңды шабам, жаныңның барында бері қайт, шешеме бірдеңе болса айтпады деме, ағаңмен қосып өлтірем» деген неше түрлі хаттар келіп тұр екен. Оған ештеңе деп жауап бермеді. 2 күн бойы қамқор болған жолсерік ағасына бар алғысын айтып, келесі рейсте міндетті түрде ақысын төлеп беретінін айтып қоштасып пойыздан түсті. Ағасына хабарласқысы келіп тұрды да қалтасындағы автобусқа жететін ақшасын есептеп Талғарға қарай тартып отырды. Талғарға жеткенше ағасын көргенде не айтатынын, балаларын бауырына басып біраз мауқын бассам деп кеудесін ерекше бір сезім кернеп, Алматыны да туған бауырында қатты сағынған енді білді. Өз үйінің жанына келіп бірер минут тұрды. Ағасы жұмыста болу керек. Балалар көрші Роза апайдың үйінде шығар деп тұрғанда есік алдынан біреулердің күбірлеген дауыстары естілді. Дарбазаның есігінен ақырын ғана сығалады. Есіктің алдында жұмысшылар айналдыра тас төсеп, онша жақта да құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Сөмкесін сүйретіп жақындай берді. Тас төсеп жатқандардың жанында сары мес қарын жасы 40-тардан енді асқан әйел сампылдап, «Мына жерге өрнегі былай түссін, мына жерге дейін қызылын араластырып салыңдар» деп сайрап тұр. Ішінен құрылысшылардың бригадирі болар деп ойлаған. Жандарына жақындағанда сары қатын Жанарға қарады. «Бір жерден көрген сияқтымын» деп
шырматып тұрғандай тесіліп қарады. «Сәлеметсіздер ме?» деді Жанар, сол жердегілердің бәрін көзбен бір сүзіп. «Я, сәлеметсіз. Сіз, мен Мұзапардың үйі ме бұл?» деді басқа үйге кіріп кетпедім бе дегендей. «Я, Мұзапардың үйді. Сіз» деп тағы да сары қатын есіне түсіре алмай тұрғандай Жанарға қарап, «Мен Мұзапардың қарындасы Жанармын. Атыраудан келдім» деді. «Сен кімсің?» дегенде қарсы алдындағы әйелге күдіктене. Келе ғой, ішке кір, амансың ба? Түріңді қайдан көрдім деп ойланып тұрмын. Мұзекең өткенде көрсеткен еді» деп мес қарын әйел Жанарды ішке бастап кірді. «Өткенде көрсеткен» дегеніне қарағанда бұл әйел мен туралы біраз ақпарат білетін болғаны. «Мұзекең» деп ағамды еркелетіп тұр. «Сонда бұл кім болды?» деп Жанар табалдырықтан аттағанша өз-өзіне қанша сұрақ қойып үлгерді. «Мұзекең біле ме келе жатқаныңды? Маған айтпады ғой сенің келетініңді. Тамақ әзірлеп қоятын. Маған айтпады» дейді. Бұл әйелге ағам есеп беретін болғаны ғой. «Тамақ әзірлеп қояр едім» дейді. Сонда бұл әйел үйдің тұрақты ханшайымы ма? Ағам неге айтпаған деп тағы да ернін тістеген күйі ойланып кетті. Кел, кіре ғой, қалай жеттің? Немен келдің?» деп сары қатын өзінше жөн сұрасқан болып жатыр. Жанар үйге кіре бергеннен-ақ баяғы найқима көкесі бар кездегі жарықтың түбегейлі өшіп қалғанын, қараңғыланып еңсені басар бір зіл пайда болған байқады. «Жақсы, аман жеттім. Пойызбен келдім. Ал Балнұр мен Нұржан қайда?» деді сөмкесін жерге қойып. Олар жоғарыда жатыр. Өз бөлмелерінде ұйықтап жатқан шығар. Қазір шақырайын» деп сары қатын екінші қабатқа көтеріле бергенде Жанар: «Жоқ, тоқтаңыз, оятпаңыз. Мен өзім барайыншы. Өзім оятсам бола ма?» деп сары қатыннан қалай рұқсат сұрағанын білмей қалды. «Мейлі, өзіңіз барсаңыз өзіңіз. Жақсы, мен өзім оятамын» деп Жанар енді өз-өзіне келіп, неменеге бұл әйелден рұқсат сұрап тұрмын дегендей жоғарыға көтеріліп кетті. «Мен Мұзекеңе хабарласайын. Қарындасың келді деп қуантайын» деп сары қатын төменде қалды. Оның не айтып жатқанын Жанар құлағына ілмеді. Бар ойы Балнұр мен Нұржанды көрсем, мені қалай қабылдайды екен деп екінші қабатқа көтерілді. Бұрын олардың бөлмелері төменгі қабатта, Жанардың бөлмесіне қарама-қарсы еді. Екінші қабатқа қалай көтерілгені белгісіз. Екінші қабатқа көтеріле бергенде оң жақтағы бөлменің есігін ашты. Жүрегі сезіме бірден сол есікке қарай жүрген. Дәл сол сәттегі көрінісі Жанар ешқашан ұмытқан емес. Есікті ашқанда бөлмедегі кереуеттің аяқ жағында бұқшиып бір-бірімен сыбырласып қана отырған Балнұр мен Нұржанды көріп, жүрегі аузынан шығып кетуге сәл қалды. Жанарды көрген екі бала да есікке жалт қарап, бірер секунды үнсіз қалды да Балнұр тәтелеп тұра жүгірді. Балнұрдың артынан томпаңдап Нұржан келіп құшағына кірді. Жанар шыдай алмай өкіріп жылады. Оған қосылып бірдеңені түсінгендей Балнұр мен Нұржан жылап, сол жерде үшеуі азан-қазан болды да қалды. Бұл көрініс жарты сағатқа жоқ созылды. Ары қарай созылар ма еді? Төменде жүрген сары қатын келіп, есікті ашпағанда. Есікті ашып сары қатын кіріп келгенде Балнұр мен Нұржан тым-тырыс көз жастарын сүрте салып оған қарады. Дәл сол кезде Жанар бір бәленің болғанын бірден білді. «Қауышып болдыңдар ма? Тәтелерін сағынған ғой. Мұзекең келе жатыр. Төменге түсіңдер. Дастарханға отырайық» деді. Артық ештеңе айтпай. «Қазір барамыз. Киім ауыстырып алайын. Балнұр мен Нұржан менімен бірге барады» деді. Жанар да сары қатынның дұрыс емес екенін сезіп, Балнұр да Нұржан да есейіп кеткендей көрінді Жанарға. Көрісулері аяқталған соң ол бөлменің есігін жауып алып ағасына қоңырау шалды. «Аға, амансың ба? Мен келіп қалдым ғой» деді сөзін қысқартып. «Жанкатай, келдің бе ботам? Неге айтпадың? Күтіп алатын едім ғой». «Иә, жаңа балайым тәтең айтты». «Балайым деген кім? Осы үйдегі әйел ме? Ол не істеп жүрген әйел аға? Қазір үйге барғасын айтып беремін. Жайғаса бер. 20 минутта жетіп қалармын» деді Мұзафар. «Жақсы, тезірек келсеңіз болар еді. Сіз келгесін
жайғасармыз деп телефонды қойып Жанар төменге қарай ағасы жоқта түскісі келмеді. Сары қатынның аты Балайым екенін білді. Бір көргеннен іші жақтырмай түрінен секемденген Жанар Балайымның аса жақсы әйел емес екенін білгендей. Ағасымен сөйлесіп болғасын Балнұр мен Нұржанды құшақтап, сыбырлап қана олардан сұрады. «Мына тәтегім қашан келді?» деді Балнұрға қарап. Нұржан болса да әлі кімнің кім екенін ажырата алмайды. Балнұр болса есейіп қалған. «Тәте, бізбен тұрады» деді, бірден тікелей жауап беріп. Жанардың денесі шымырлап, үстінен біреу мұздай су құйып жібергендей тітіркеніп. «Қашан келді үйге?» деді. «Көп күн болды. Мынандай сосын тағы мынандай күн болды» деп Балнұр 10 саусағын қайта-қайта ашып жұмып, «Тәтелерің ұрса ма? Тәйт дейме?» деп Нұржанға қарады. Тәйт дейме дегенді түсінген Нұржан Балнұрға қарап, Балнұр үндемей қалып, кішкентай Нұржан Жанарға ешкімге айтпайсың ба дегендей ойланып тұрып басын изеді. «Қай жеріңнен тәйт дейді?» деп Жанар тағы да Нұржанға қарады. Арқасын, басын, аяғын көрсетіп келіп, Нұржан Жанардың қолынан шымшып алды да «Айт, тәйт деді». Жанар барлығын білді. Бұл әйел ағасының екінші әйелі болғанын, балаларды көзбен-ақ қорқытатынын, бала болып шуласа таяқтың астында қалатынын ешкім баяндамай-ақ түсінді. Ағайынды үшеуі біраз тіл табысып болып төменге түскен. Ағасы да кіріп жатыр екен. «Жанкатайым, балапаным, ботам» деп Мұзапар қарындасын айналып толғанып келіп құшақтады. Ағасы құшақтап, Жанар өксіп, ішінде балалардың қазір ғана айтқан шағымдары бар. Ызаланып тұрып, ағасын қатты құшақтап жылады. Әкелерінің аяғына оратылып, Балнұр мен Нұржанда жабысып жатыр. «Өй, қой, жылама, мен тірімін ғой. Неге жылайсың?» деп Мұзапар қарындасын жұбатып жатыр. Ағасы мен қарындасы құшақтасқан күйі ас үйге келді. Дастархан жайып, тамақ дайындап қойған сары қатын осы үйдің бәйбішесі сияқты өзін еркін ұстап жүр. Ол қылығы Жанардың көзіне түрпідей тиіп, оған қараған сайын қабағы түйіліп жиырылып отыр. Кезінде осы ас үйде Нағима жеңгесі екеуі ағашы жұмыстан келерде небір тамақтар дайындап, қарсы алып, арқа-жарқа боп көңілді отыратын. Мына елді көре сала ұнатпағаннан ба, жайған дастарханада сөйлеген сөзімен жүріс-тұрыста қайын жұрттан шаршап келген жүйкесін одан әрі жұқартып жібергендей болды. «Жанкатай, келетініңді неге айтпадың? Құдағилар қалай? Ербол жұмысында ма?» деп Мұзапар жаны қалмай қал сұрасып жатыр. «Құдағиыңыз да, күйеу балаңыз да бәрі аман есен. Сізге сәлем айтып жатыр» деп Жанар анау әйелдің көзінше ажырасып, енесінен қашып келгенін білдіргісі келмеді. «Сәлемет болсын. Өзіңнің жағдайың қалай, денсаулығың дұрыс па?» деп Мұзапар осыдан 7 ай бұрын жүктімін деген қарындасына сұраулы көзбен қарады. «Жағдайым жақсы. Дәрігерге көрінуім керек. Ол туралы сосын айтармын. Өзіңіздің жұмыстарыңыз, шаруаларыңыз қалай болып жатыр?» деп сөздің ауанын басқа жаққа бұрып жіберді Жанар. «Шаруа ептеп ақырындап, көкеңнің жылы жақындады. Соған дайындалып жатырмыз. Бәрі дұрыс болса болар» деп Жанар да «Мына ел кім болады?» деп сұрайын деп отырып қысқа қайыра салды. «Туысқандар қалай? Көршілер аман ба? Роза апай жақсы жүрме?» деді сөзін жалғап. Ағасы осы жерде кібіртіктеп барып, «Иә, туысқандар аман есен. Көршілер де жақсы ғой деймін. Роза апайды көрмегеніме көп болыпты» деді. Жанар бұл жерде бір шикілік барын түсінді. Балаларға қарап жүрген Роза апай туралы ағасы ештеңе дей алмады. Бұл сұрағына мардымды жауап ала алмағасын, ары қарай ағасына ыңғайсыз болар деп сұрақ қоймады. Үндемей тамағын жеп отыра берді. Дастархан басында артық әңгіме айтылмады. Балалар да көздері мөлтілдеп, тәтелеріне еркелегелер келсе де қасына жақындай алмай, тәртіп бойынша тыныш отырып, тамақтарын жеп, екеуі сары қатынға рахметтерін айтып жоғарыға көтеріліп кетті. Асығыс тамақтанып алған Жанар да рахметін айтып балалардың ізінен барды. Жанар балалармен бірге бөлмеде отырып біраз сөйлесті. Екеуі әбден тұйықталып қалған сияқты көрінгенмен, Жанарға үйренісе бастап, ашылып әңгімелесіп, Жанармен бірге еркіндік келгендей тәтелерін сыртқа қарай сүйреп ойнағылары келді. Есіктің алдындағы балаларға деп
Салынған ойын алаңы көптен бері ешкім ойнамағаны білініп тұр. Жанар шаңдарын сүртіп, інісі мен сіңілісін әткеншекке отырғызып, Балнұр мен Нұржан асыр салып тәтелерінің келгеніне қатты қуанғандарын жасыра алмады. Бұл уақытта үйде болған Мұзапар мен Балайым не туралы әңгімелесті. Сыртта тұрып Жанар соны ойлады. Ағасына сыртта тұрып қоңырау шалғысы келді. Сары қатынның кім екенін ағасынан тезірек сұрауға асығып тұрған Мұзапар сыртқа өзі шықты. Балаларын күлімдеп ойнағанына қарап, тәтелерің келгені жақсы болды ма? Деді. Иә, тәте жақсы. Көп күн бола ма? Деді ес біліп қалған Балнұр. Иә күнім, мен көп күн болам. Нұржанды ойната тұр. Мен папаңмен сөйлесейін деп сіңілісінің шашынан сипап, бетінен сүйіп, Жанар есік алдындағы отырғышқа жайғасқан Мұзапардың жанына барды. Аға, мына ел кіміңіз? Деді Мұзапарға көзін бір сүзіп. Жанкатай, бұл Балайым деген келіншек. Үйге қызметші етіп алдыңыз ба? Солай десе де болады. Қайдан таптыңыз? Деді Жанарда оның жай қызметші емес екенін ішінен топшылап тұрса да ағасының аузынан естігісі келіп. Қайдан тапқанда, бұл келіншек бұрыннан бері мен малдарды сойып, көк базарға ет өткізіп жүргеннен таныс. Сол жерде ет сатушылардың бастығы болған. Апарған етімізді қабылдап алып, біраз жерге жұмыс жасадық. Содан бері таныспыз. Түсінікті. Бұл әйелді көкем танитын ба еді? Дегенде Мұзапар қарындасына жалт бұрылды. Иә, тану керек, танитын. Бір-екі рет көкең барда да үйге келген. Оны неге сұрадың? Жай сұрап жатырмын. Қызметшіліктен басқа қандай қызмет атқарады? Деді қатқылдау үнмен. Қызметі болғанда қазір балаларға қарап үйдің шаруасын да бітіріп бірге тұрама деп Жанар сұрағын екпіндете бастады. Іші алай-дүлей боп ағасының аузындағы сөздерін суырып алғысы келіп, төзімі таусыла бастады. Иә, бірге тұрады. Жақында көшіп келген. Көкемнің орнына қатын қылып алдыңыз ба сонда? Деп Жанар ағасына бұрылып, басы төмен салбырап кеткен Мұзапар темекісін тұтатып, Жанкатай, неге осы уақытқа дейін бір хабарыңды бермедің? Қаншама рет қоңырау шалдым. Жауап жоқ. Жауап болған күннің өзінде кейін хабарласам деумен шектелдің. Осыдан 3 ай бұрын осының барлығын сенімен ақылдасқым келген. Өткен жолы Балайыммен бірге тұратынымды айтайын деп. Аға, түсіндім. Хабарсыз кетсем менің де себептерім жоқ емес. Менің не үшін кеткенімді де білмейсіз. Қысқасы, бұл әйел сізге екінші әйел боп тиген. Дұрыс па? Ағайын туыстар, көршілер білеме бұл туралы? Деді. Тигенде Нағиманың жылы өткесін барлығымен таныстырып, заңды түрде некемізді қидыртамыз ба деп отырмыз. Соның бәрін өзіңе айтқым келіп хабарластым ғой. Ағатай, жағдайыңызды енді түсіндім. Әзірге ешкім білмейді деңіз. Балаларға қалай қарап жүр? Балаларға жақсы қарайды. Тамақтарын дайындап, киімдерін таза ұстап. Иә, ол кез келген қатынның қолынан келетін тірлік қой. Көз қарасы қалай деймін. Бәрібір өз туған шешелеріндей бола алмайды ғой. Сонда да ол жағынан бұлай жақсы ғой. Екеуін өз баламдай көрем деді. Бұрын тұрмыста болған ба? Жоқ, бұрын тұрмыста болмаған. Көп ағайынды інілері мен сіңілдерін өсірем деп жалғыз өзі жұмыс жасап бәрін асыраған. Әке шешесі ертеректе қайтыс болған екен. Өзі Нарынқолдың қызы. Көреріміз ол жағын. Балаларға дұрыс қарайды десеңіз, мен сіздің ойыңызға қарсы шықпаймын. Түсінем, еркек адам жалғыз жүргені қиын. Көкем де кетер кезінде ағаңа жөні дұрыс әйел болса өзін қарап алып берерсің деген. Бірақ көкеме жетпейді ғой аға, деп Жанар көз жасына ерік берді. Жанка, болды енді, неге жылай бересің? Көкеңнің орнын ешкім баса алмайды, оны білем. Мені осы дүниеде түсінетін жалғыз адам болса, ол сенсің. Сенен басқа менің де сенім артатын адамым жоқ. Бәрін ақылдасқым келді. Саған көрсеткім де келді. Оған балалар азып тозып, қараусыз қала берген соң амалсыздан жаныма көшіріп алдым. Сен өзіңнің келу себебіңді айтшы, тыныштық па? Деп Мұзапар жылап отырған қарындасының арқасынан қақты. Мен ажырасып келдім аға. Енді қайтып көрмегенім Атырау болсын. Естімегенім Дариға болсын. 6 ай хабарсыз қалсам, 6 ай басым айналып, Дариғаның айтқанын ғана жасадым.
Соның құлағы тыныш болсын деп емшісі мен бақсы балгерін аралып, өзім жынды болуға сәл қалдым деп Жанар ағасына енесінің не жасатқанын, не істеп, не қойғанын түгел айтып берді. Ой, кәзаптар, Ерболға хабарласамын қазір. Енеңде шаруам жоқ. Қазір мен онымен өзім сөйлесем деп Мұзапар шын ашуланды. Мұзапардың ашулануы қиын еді. Көп нәрсеге байыппен, сабырмен қарайтын ағасы бұл жолы шыдамай кетті. Жоқ аға, өтінем, ешқайсымен хабарласпашы. Ең болмаса өз үйімде еркін жүрейінші. Уайымсыз, қайғысыз. Әзірге ешкімге ештеңе демеңіз. Керегі жоқ. Өздері іздеп жатса ғана айтатыныңызды айтарсыз. Өзіңіз бірінші болып, олардың алдында басыңызды иіп, жексұрын болып хабарласпаңыз деп Жанар ағасына жалына сөйледі. Басымды имеймін, мен оларға көрсетем. Жетімсіреткенді деп Мұзапарды қарындасын бауырына басы қысып жылап отырған. Жанардың көзінің жасын сүртіп қойды. Ағайынды бауырлар сол жерде отырып ұзақ сөйлесті. Екеуі бір-бірін жұбатып, көптен іште тынып тұрған сырларын ақтарды. Шешелерін еске салып, қос бауыр қосылып жылап алды. Үйде тым-тырыс қалған балайым сыртқа шыққанда ғана ағасы екеуі уақыттың біразға барғанын біліп, әңгімелерін аяқтай қойды. Ағайындылар алдағы уақытқа көп жоспар құрды. Жанар келген күні Мұзафар қайтадан жұмысына бармады. Жұмысшыларына үйде отырып тапсырма беріп, қарындасы екеуі алдағы айда болатын Нағиманың жылдық асына дайындықты ақылдасты. Аға, мені ертең көкемнің бейітінің басына апарып келе аласыз ба деді. Кешкі шай ішіліп болған соң ортаңғы бөлмеде теледидар қарап отырған Мұзафардың жанына жайғасып, ертең таңертең жұмыс жақты реттеп келейін. Түстен кейін барайық. Түске дейін сен балаларды ертіп қалаға шығып келсең қайтеді. Бір жағынан үстіңе киім ал, балаларға да киімдерін жаңалап бересің. Мейлі, барсам барайын. Шынымды айтсам, келін боп түскелі сол жақта жүріп, үстіме бір көйлек алып кимеппін. Бұрын көкем екеуміз дүкен аралағанды жақсы көретін едік, деп Жанар көзіне келіп қалған жасты іркіп, тамағына тұрып қалған өксікті жұтып үлгерді. Бір жағынан қалада жұмыс жасап жүрген курстас қыздарымен де хабарсыз кеткені бар. Олармен де кездескісі келеді. Ендеше таңертең ертерек шығып, түске дейін бітіріп келе алсаң, сол жұмыстарыңды бітір. Мен сағат 3-тердің шамасында үйде болам. Нағиманың басына барып қайтармыз. Жүзі өткеннен кейін бір рет барыппын. Мен де қарындасына көңілсіз әңгіме айта бермейін дегендей жымайып қойды. Ағасы екеуі сөйлесіп отырғанда, ас үй жақта айналшықтап жүрген балайым бұлардың жанына бір рет болса да келіп, әңгімелерін тыңдамады. Жанар да ішінен сары қатынды жақтырмай жұмысын жасаса жүре берсін деп ағасымен әрдеңені ақылдасып отыра берді. Нағима жеңгесі болса бұлай отырмас па еді. Жеңгесінің жанынан шықпай, бір жағына шығысып, дәл қазіргідей ағасымен ақырын ғана сөйлеспей, даңғарада үйді бастарына көтеріп улап-шулап отырар ма еді. Балалар да бала болып шулап, асыр салып ойнап жатқан жоқ. Әкелер мен Жанардың жанында момақан қалыппен теледидар қарап отыр. Басқа үйдің балалар болса әкелерінің мойнына асылып, шешелерінің етегіне жармасып, еркеліктен айтқандарын жасап отырар еді. Балнұр мен Нұржан колониядағы қатаң тәртіптік үйренгендей бір ауыз артық сөз айтып, ешкімнің мазасын алып отырған жоқ. Әйтпесе ес білетін Балнұрды айтпағанда әлі жасы 3-ке толмаған Нұржанның ойнақтап жүретін реті. Осының бәрін ойлап Жанар, мына үйдің де берекесі кете бастаған ма? Жап-жарық сәуледен түк те қалмапты. Нағима көкем екен ғой. Бұл үйдің ішін нұрландырып, жарыққа бөлеп тұрған деді. Кешкі сағат 10-дардың шамасында ас үй жақтан шығып, ағасы мен жеңгесінің бөлмесіне қарай өткен балайымды көріп, Жанар артынан тұра жүгіріп, жатпа, көкемнің төсегіне кет деп айқайлағысы келді. Ызаланды, қызғанды. Ағасын емес, көкесінің аппақ адал төсегін сары мес қарын қатының кірететіне жаны шыққандап күйінді. Нағиманың өзі кезінде рұқсатын беріп, ағасына жақсы жар таңдап бер дегені миында тұрса да, Жанар
Дәл бүгінгідей сары месқарың әйелдің тайраңдап жүргенін қаламады. Көз алдында өзі ойлағандай әйел жүрмегесін ағасын қимады. Ешқайсының Нағима жеңгесіне жетпейтінін білсе де, ең болмаса соған ұқсайтын балаларға дұрыс қамқоры болатын әйел болғанда ғой деп қиналды. Олай ойлайтын себебі Жанар үйге кіргеннен бастап балайымның балаларға деген аузынан жылы сөз естімек түгілі жылы қабақ танытпағанын байқамады. Балалар да соған сай балайымға барып ештеңе деп жатқан жоқ. Қатып қалған заңдылық бойынша өмір сүріп жатқан сияқты. Ағасының жанында ойлап отырғанда Жанардың ойын Мұзапар бұзып жіберді. Жанға, жататын уақыт болыпты. Саған өз бөлмеңе төсек салсын ба? Балайым төсек салады. Қайда жатасың деді. Жанар да ойланған жоқ. Мен Балнұр мен Нұржанның жанына жатам. Басқа бөлмеге барып жатқым келмей тұр. Төсегімдегі өзім салып аламын. Жатқыңыз келсе барып демала беріңіз деп балайымның өзіне төсек салып бергенін қаламады. Тіпті бұл үйдегі баяғы жеңгесінің көзіндей боп қалған әрбір затқа қолын тигізгенін көріп қаны қарайды Жанардың. Соған қарағанда Жанарға Нағима кезінде ағасынан да жақын болған сияқты. Онысын енді білді. Балалар жатқан бөлмеге келіп біраз жатты. Екінші қабаттан терезеден үйдің артындағы бау-бақшаға көз тікті. Бұрын ол жер жай қалып гүлге көмкеліп жататын. Ол жерге байлығы жетіп тұрса да Нағима үйдің дәмі болады деп қызанақты да қиярды да картоп пен сәбізді де қолмен егетін. Қазір оның біреуі жоқ. Жеңгесі кеткесін бір жылға жетпей үйдің азып тозып бара жатқанын жанына батты. Жанардың жанына келіп Балнұр мен Нұржан да ұйықтамай нағыз жанашырлары келгенін білгендей дауыстары шығып, күндізден бері томаға тұйық жүрген інісі мен сіңілісінің беттеріне қан жүгіріп, бала екендіктері естеріне түскендей бөлменің ішіне секіріп ойнай бастады. Бағанағы Нұржанның айтқан тәйт дейді дегені есіне түсіп, артынша балалардың жүрегін жараламайын деп ол тақырыпты Жанар қозғаған жоқ. Алаңсыз бөлмені шашып жатқан бауырларының әрекетіне қарап туған бауырдың аты қанша дегенмен туған екен ғой, деді іштей. Балалармен бірге өзі де ойнап, Жанар уақыттың біраз болған байқамай қалды. Бірінші болып Нұржан қылжиып өз төсегіне барып ұйқыға кетті. Балнұр Жанар тәтесінен қалмай ояу жүр. Төсегін Балнұрдың жанына жақындатып салған Жанарға, тәте, тағы да жақындап жатшы деді сіңілсі. Жанар көрпесін Балнұрдың төсегіне жақындатып тигізіп қойды. Енді дұрыс жасадың дегендей сіңілсі өз төсегінен бері аунап Жанардың төсегіне қарай жатып алды. Бір кезде қолын аспанға көтеріп ішінен күбірлеп санап, тәте, сен енді мұнша күн боласың ба деді. Сенге көшіп өзі адамы екенін біліп, баяғыда Нағиманы жерлеп болып Атырауға кетерде де айтқан осы сөзді. Сол есіне түсіп, мен енді сенің қасыңда боламын, ешқайда кетпеймін деді Жанар. Шын айтасың ба, кетіп қалмайсың ба деп Балнұр Жанардың мойнынан қапсыра құшақтап шасынан иіскей бастады. Иә, мен енді сендердің жандарыңда болам, сені балабақшаға апарам. Ол не? Деді Балнұр өмірі естімеген сөзін естіп. Ол жерде саған тақпақ үйретеді. Ұйықтайсыңдар, ойнайсыңдар. Сосын кешке мен сені үйге әкелемін. Нұржан да бара ма? Иә, Нұржандай да барады. Екеуің сол жақта кешке дейін апайлармен бірге боласыңдар. Апай, балайым тәте де болама ол жақта деп Балнұр мойнына асып алған қолын жіберіп, ай сәулесімен шағылысып, бет бейнесі анық көрініп тұрған Жанарға қарады. Жоқ, ол болмайды. Ол ертең үйіне кетеді деп кесіп айта салды Жанар. Қайда кетеді? Оның үйі осы емес пе деп Балнұр тіпті орнынан тұрып басын көтеріп алды. Оны кім айтты? Оның үйі емес. Ол өзінің үйіне кетеді. Бұл оның үйі емес. Сендердің үйлерің ғой, деп Жанар сіңілсінің ішінен біраз нәрсе шығайын деп тұрғанын білді. Оны ма? Балайым тәте айтты. Не деп айтты? Бұл менің үйім. Шуласаңдар, жыласаңдар сендерді қуып жіберем деді. Сосын біз Нұржан екеуміз шуламаймыз, папаға айтпаймыз, жыламаймыз деп Балнұр жіптің ұшын шығарды. Нені айтпайсыңдар?
Папаларыңа не айтпа деді. Ол ма деп біраз ойланып қалды Балнұр. Айтсам ба екен, айтпасам ба екен дегендей. Иә, ол сендерді ұрды ма, ұрысты ма деп Жанар да басын көтеріп жастыққа жантайып сіңілісіне қарады. Ол Нұржанды ұрды. Сосын сені ше, Нұржанды қайтып ұрды. Қашан ұрды деп Жанардың көзінен ыза аралас жас ытқып кетті. Нұржанға ұйықта деп ұрысты. Сосын Нұржан жылағасын ұрды. Мені де қай жерінен ұрды? Мына жерімнен деп Балнұр Жанардың арқасын басын көрсетіп, менің де тағы да Жанардың шашынан тартып, мойнымнан екі қолымен қылқындыра ұстады. Папаңа айттың ба? Жоқ, папаға айтсаң қуып жіберем деді. Жанар, мына сұмдықтың естіп төменде ағасының жанында жатқан балайымды қан жоса етіп пышақтап тастағысы келді. Миында миллион құмырсқалар ойнақ салғандай қаны басына теуіп, ертеңнен қалдырмай ағасымен сөйлесіп, балайымның көзін құртқысы келді. Ойланып кеткен екен. Сіңілісі тағы сұрақ қойды. Тәте, ау жаным, ұйықтамадың ба? Әлі, сен маған мамаң мынандай күннен кейін келеді деп едің ғой, деді осыдан 10 ай бұрынғы диалогтары есіне салып. Баланың мияқ парақ сияқты. Айтылған, естіген нәрсесін сол күйі ұмытпай түртіп қояды дегенге Жанардың көзі жетті. Иә, мен саған айттым, бірақ мамам өліп қалған деді. Балнұр төбесінен таспен қойып қалғандай. Оны кім айтты саған? Мамаң өліп қалған, енді келмейді. Мамаң жоқ деді балайым тәте. Жоқ, ол өтірік айтады. Мамаң келеді. Қашан келеді? Мен деген көп күн ұйықтадым ғой деп, кішкентай Балнұр үлкен адамдарша күрсінді. Мамаң, сендер түнде Нұржанда екеуің ұйықтап жатқанда сендердің жандарыңда болады. Сендерді жаман адамдардан қорғап, сендерге қарап жатады. Ал сендер таңертең тұрғанда тез ауруханаға кетеді де, дәрілерін ішіп түнде тағы да сендердің қастарыңа келеді деп, Жанар ойына қайдан келгені белгісіз Нағиманың бейнесі көз алдына елестеп, рухы бөлменің ішінде жүргендей сезінді. Қазір келе ме деді Балнұр тағы да басын көтеріп.